Қайырлы күн. Бүгін шабани тортын пісіретін боламыз. Ол үшін біздерге 6 жұмыртқа керек болады. 6 жұмыртқаға сұйық май 4 ас қасық, ұн керек болады, қант 240 грамм, және де сода, шайная ложкамен жарты қасық разрыхлитель керек болады, және табиғи бал тоже 4 ас қасық керек болады. Сосын қайнаған су 4 ас қасық. Ең әуелі біздер жұмыртқамызбен қантымызды жақсылап миксерлейміз. Мен осы планетарный миксерде 10 минуттан аса миксерлеймін. Өзінің массасы қатты жоғары көтерілгенше. Пока жұмыртқамыз бен қантымыз араласқанша мен миотымыздың үстіне разрыхитель, сода және 4 ас қасық сұйық майды және суды құям. Мына жерде менде қайнаған ыстық су. Осына 4 қасық салып, жақсылап араластырамын миотымыз ерігенше. Өзіне қалыпты жағдай, өзіне сода көпірет ыстық суды құйған кезінде. Жақсылап араластырып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, онды араластырамыз осылай. Жақсылап көпіртіп тұрып араластырамыз. Жақсылап араласты. Енді сұйық майымызды құйып, тағы да қасықпен араластырып аламыз. Менде мына жерде 13-14 минуттай араластырдым. Осылай массасы үлкен болып көпіреді өзі. Енді бұл массамызға дайын болған миотымызды араластырып үстіне құямыз. Содан соң ұнымызды 3 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Енді бізде миксердің пока қажет жоқ. Енді только жаңағы лопаткамен араластырамыз. Себебі лопаткамен араластырмасақ, дайын болған массамыз басылып қалуы мүмкін. Енді миотымызды құйып, лопаткамен араластырамыз. Енді үстіне ұнымызды бірден салмай, 3 бөлікке бөліп саламыз. Сразу салмаңыздар. 3 бөлікке бөліп саламын мен. Жоғарыдан төменге қаратып, төменнен жоғарыға қаратып араластырамыз. Жаймен араластырыңыздар. Басылып қалмасын. Астында жақсылап қосқаңыздар. Миот себебі астында тұрады, енді ол сұйық масса ғой. Сондықтан жақсылап араластыруға өздеріңіз әрекет етіңіздер. Мен бүкіл ұнымды салып алдым. Енді жақсылап араластырамын. Қамырымыз дайын болды. Енді мен мына жерде 24 диаметрлік формада пісіріп аламын, 2-ге бөліп. Пешімізді пока қыздырмаймыз. Мен салғаннан кейін 150 градуста 40 минут пісіріп аламын. Корждарымыз пісіп шықты. Енді осы піскен корждарымызды осылай төңкеріп қоямыз. Сол кезде өзінің жақсы формасын ұстайды, еще басылып қалмайды. Сіздер де осылай істеңіздер. Толық суығаннан кейін барып кремдерімізді жағамыз. Енді толық менде суды, мұздады. Енді осыны 2 бөлікке бөліп кесіп аламын. Енді қыздар кремімізді жағып бастаймыз. Ол үшін біздерге вареная сгущенка керек. Мен постоянно осы деповскийдің несін алатынмын. Оны таппадым, мен орнына мынандай түрінен алдым. Тоже көреміз енді қандай шығатынын. Сіздер если алсаңыздар, осындайын көріңіздер, деповскийдің вареная сгущенкасын. Ал сливкіге келсек, Миланканы аламын. Вообще маған ұнайды бұл. Дәмі де өзгеше, дәмді. Тортыңызға ерекше дәм береді. Енді кремімізді дайындаймыз. Вареная сгущенкадан 280
80 грамм қосамыз. Енді бірінші жақсылап миксермен араластырып аламыз. Түйіршіктер қалмау керек. Сосын барып сливкемізді құйып миксерлейміз. Енді сливкемізді қосып тағы жақсылап араластырамыз. Сливкеді мен 650 грамм құямын мына жерде. Енді араластырамыз. Осындай масса шығу керек, қою. Сосын кремімізді корждарымызға жағып бастаймыз. Мен ортасына грецкий орех саламын. Қазір көрсетемін бүкіл. Мен арнайы осындай кольцода жинаймын, торттарымда түп-түзу әдемі болу үшін. Ал енді торттарымызды жинаймыз. Мен осындай арнайы кондитерский мешокқа салып, кремдерімізді жағып бастаймыз. Тортымызды тегістеп әдемі жақтық. Енді мен үстіне осының бөлінген грецкий орехтерімізді салып шығамын осылай. Сіздер жасалыңыздар, әдемі дәм болады. Кремімізді жағып болдық. Енді осына холодильникке 15 минут қоямыз, крем толық сіңу үшін. Сосын сыртын қаптап, үстіне ганаш құямыз. Ганашымызға керек үшін біздерге темный шоколад керек, 100 грамм. Оның үстіне мен сливки құйып микроволновкада ертіп аламын. Мен әжеде 90 грамм сливки құям. Енді үстіне біраз қасық сармай салып микроволновкада ертіп аламыз. Толық ергеннен кейін ганашымыздың үстіне құямыз, дайын болған тортымыздың үстіне. Тортымыз дайын болды, қыздар. Енді осыны қалған кремімізбен үстінен обтяжка істейміз. Осылай тегістеп тортымызды бүкіл кремімізді жағып шығамыз. Сосын тортымызды кремін жағына жағып толық нетеміз, сыртына обтяжка істейміз. Қыздар, кремімізді жағып алдық. Енді үстіне ганаш құямыз. Осында жаңағы дайын болған ганашымызды үстіне құйып шығамыз. Қыздар, тортымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер де пісіріп көріңіздер.